Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аялыңыз. Достар, бүгінгі видеода біз, яғни видеоға блогерлерге арналған 10 идея айтатын боламыз. Яғни сіздерге қандай видео түсірген дұрыс, сол жайында сөйлесетін боламыз. Ендеше мен видеоны бастаймын, ал сіздер тамашалаңыздар. Солай отырайын ба? Кішкене былай отырайын, Бірінші кеңесім, ол міндетті түрде Back to School видеосын түсіріңіздер. Егер сіздер оқушы болсаңыздар, әрине, Back to School видеосы қазіргі таңда көптеген қаралымдар жинайды. Және де әрі көп просмотр, лайк, сіздердің киімдеріңіз, идея, мотивация беретіндіктен сондай видео түсіруге кеңес беремін. Екінші видео 24 сағаттық челлендж. Яғни қазіргі таңда 24 сағаттық челлендждер өте танымал. 24 сағат бір түсте киінемін, немесе 24 сағат 1000 теңгеге өмір сүремін, 24 сағат 500 теңгеге, солай 24 сағаттық машинада, сондай челлендждер көп. Солардың барлығын түсіріп көріңіздер, бұл өте керемет қаралым жинайды. Үшінші, өздеріңізге арнап хаул түсіріңіздер, яғни осындай тақырыптағы видео өте көп қаралым жинайды. Өздеріңіздің киімдеріңізге обзор жасайсыздар, сөйтіп мотивация бересіздер, солай қаралымда көп жинап аласыздар. Ask Mix түсіріңіздер, себебі ол сіздердің сұрақ жауаптарыңыз арқылы сіздердің қандай адамдар екендеріңізді біліп, өздерінің қызықты сұрақтарына жауаптарын алып, солай өте көп қаралым жинайды. ASMR видеосын түсіріңіздер, себебі ASMR видеосы да өте көп қаралым жинайды, және де ол сіздерге ASMR видеосын түсірген кезде ол сіздерге де повезло, и басқаларына көруде ол өте керемет деп ойлаймын. Қазіргі таңда трендте болып жатқан ол проверим TikTok лайфхак, яғни TikToktағы лайфхактарды қайталап түсіріп көріңіздер. Бұл видео сіздерге де қызықты челлендж болады, және де басқаларына да көру және қаралым жинау, лайк басу, сондай задания қою, сол сияқты нәрселер өте көп қаралым жинайды. Сондықтан TikTok лайфхактарын қайталаймын деген видеоны міндетті түрде түсіріп көріңіздер. Және де сабаққа арналған лайфхактар, яғни сіздер үй жұмысын қалай орындау керек, немесе мектепке қалай жиналу керек екенін, қалай образдар жасау керек сияқты лайфхактарыңызбен бөлісіңіздер. Егер де сіздер боянып білсеңіздер, онда өздеріңізге мейкап видеосын түсіріңіздер, неге түсірмеске? Себебі бұл мейкап видеосы де өте көп қаралым жинайды. Өздеріңіздің қалай боянатындарыңызды көрсетіп, мотивация беріп, солай қаралым жинасаңыздар болады. Менің телефонымда не бар деп өздеріңіздің телефондарыңызға обзор жасап түсірсеңіздер болады. Бұл видео өте көп қаралым жинайды. Және сіздердің телефондарыңызда не бар екені де басқаларына қызықты. Видеоларыңызды блог етіп түсіруге тырысыңыздар, көбіне блог түсіріңіздер, себебі блог сіздердің өмірлеріңізді, яғни сіздерді көбірек тануға және де сіздердің өмірлеріңізді көрсетуге көбірек үлесін қосады, сондықтан блог түсіріп біліңіздер. Сонымен достар, менің бүгінгі видеом аяқталды. Бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер бұл видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, маған лайк басып, қоңыраушына басуды да ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Аялыңыз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.